Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода сіздермен үй жағдайында өте керемет дәмді болып шығатын палаудың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Етімізді осылай крупный қылып турап алдым. 3 бөлікке бөліп, қойдың құйрық майы қажет болады. Қойдың құйрық майы өте ерекше дәм береді палауымызға. Сәбізімізді осылай аршып дайындап алдым. Қоңыр түсті үзім қажет болады, кішміш. Және де біз ноқатымызды бір күн бұрын осылай ыстық суға салып қойған болатымын. Жұмсарып, әдемі болып тұру үшін. Және зіра, тұз, сұйық май, жуа қажет болады, пияз. Пиязымызды видеода көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды жақсылап турап алдық. Сәбізімізді осылай ұзыншақ қылып видеода көрсетілгендей орташа қылып турап аламыз. Ұзыншақ қылып тураймыз осылай. Қатты майдалап тастамаймыз. Осылай мінекей бәрін турап алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды қазанымыздың қақпағын жауып, кішкене қыздырып алатын боламыз. Қыздырып алған сұйық майымыздың үстіне етімізді салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Құйрық майымызды саламыз. Қызып тұрған майға салып осылай қуырамыз. Қақпағын жауып, екі жағын ауыстырып, осылай қатты қызарғанша еттерімізді осылай қуырып аламыз. Қақпағын жауып, тағы да азырақ бұқтырамыз, 10-15 минут. Осылай қызарып еттеріміз қуырылды. Енді осының үстіне пиязымызды саламыз, ұсақтап туралған. Тағы да бір 10-15 минуттай пиязымызбен бұқтырып аламыз. Біздің пиязымыз осылай кішкене сарғайып пісті. Енді үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізіміздің үстіне тұзымызды саламыз осылай. Тұзды сәбіздің үстіне салу маңызды. Тұзымызды салып бұқтырғанда сәбізіміздің суы күшті керемет болып шығатын болады. Зірамызды қостық. Ноқатымызды да осы сәбіздің үстіне қосып, қақпағымызды жауып, бір 15-20 минуттай бұқтыратын боламыз. 15-20 минут тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сәбізіміз кішкене суын шығарып, әдемі болып қуырылып қалды. Осының үстіне жарты стакандай су құямыз. Және де 1 шай қасық қант салатын боламыз. Қақпағымызды жауып, бір жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Енді күрішімізді дайындаймыз. Күрішімізді суға салып, жақсылап жуып аламыз. Бір ас қасық үстіне тұз салып, 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Осы суда қалдыратын боламыз. Күрішіміз суда тұрғасын. Пісірген кезінде аласы қалмай жақсы пісетін болады. Қайнап тұрған қазанымыздың тұзын көреміз. Және де күрішімізді үстіне салатын боламыз. Күрішіміз 15-20 минуттай суда тұрды, тұзды суда. Мен бұл жерде қолданған күрішім лазер күріші. Лазер күріші пловқа, палауымызға жақсы үйлесетін болады. Осылай қазанымыздың үстіне салып, жайғастыратын боламыз. Және де жақсылап тегістеп, үстіне азырақ суымызды құятын боламыз.
біздің күріштеріміз суда тұрғандықтан аласы қалмай піседі, және де үстіне құятын суды шамалап азырақ қана құятын боламыз. Күріштен кішкене ғана көтеріліп тұруы қажет. Мен осы күрішке қолымдағы стаканменен 2,5 стакан ғана су құйдым. Видеода көрсетілгендей кішкене ғана көтеріліп тұруы қажет. Қазанымыздың астын көтеріп, отын. Енді осы суымызды тарттыратын боламыз. Күрішін салып болған соң, осылай үстіне қоңыр түсті кішміш изюмымызды салатын боламыз. Бұл өз қалауларыңыз бойынша, бұны салмай-ақ қойсаңыз да болады. Бірақ салсаңыз дәмдірек болады. Осылай суын тартты мінекей. Біз қасығымыздың көмегіменен суын толықтай тартқан-тартпағанын осылай қарайтын боламыз. Астында қатты суы шығып жатса, тағы да азырақ қойып, суын тарттыратын боламыз. Суымыз азайып осылай тартылып жатыр. Күрішіміздің суы азайған соң, қақпағын басып, жай отта бұқтырып пісіретін боламыз. 15 минут сайын қақпағын ашып, суын сырғытып тұрамыз. 15-20 минуттан кейін палауымыздың бетін аударатын боламыз осылай. Бетінде күрішін осылай аударатын боламыз. Және де қақпағын жауып, тағы да бір 15 минуттай бұқтырып аламыз. 15 минут тағы да тұрды. Енді қақпағын ашып, тағы да суын сырғытамыз. Палауымыздың енді астымен аударатын боламыз. Толықтай астымен жақсылап араластырамыз. Және де ішіндегі еттерін бөлек ыдысымызға шығарып алатын боламыз. Етіміз толықтай піседі біздің. Осылай палауымызды жақсылап аударамыз. Етімізді бөлек шығарып алдық. Енді толықтай палауды жақсылап араластырып, тағы да бір 5 минутқа қақпағын жауып қоя тұрамыз. Осылай жақсылап араластыратын боламыз. Қақпағымызды жауып бір 5 минутқа қалдырамыз. Енді етімізді турап аламыз. Палауымыздың бетіне салғандай. Етімізді осылай ұсақтап турап алдық. Құйрық майымызды да осылай бөлшектеп турап кесіп аламыз. Бес минуттай тұрды. Біздің палауымыз дайын. Табағымызға шығарып, етімізді осылай үстіне салып, ұсынатын боламыз. Астарың дәмді болсын. Жасап көруге кеңес етемін. Осы рецептпен өте дәмді шығады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды ұмытпаңыз.